бетбақ дала, қайсар дала. Кешегі аңыздардың, бүгінгі сынақтардың мекені. Біз оны бағындыруға шыққан едік. Бірақ ол бізге мүлде басқа жауап қайтарды. В общем, жолға шығып бара жатырмыз. Таңғы сағат 3:30. Сонау ел араламаған бетпақ даланы аралайық деп отырмыз. Через Мойынқұмды асып, бетпақ дала ары қарай орталық Қазақстан бұл. Арнайы Илон Масктың спутнигін алдық. Енді Марлон Сейсенбайдың тура қайталаған жолын жүрмесек те, одан жақсы болады деймін. Өйткені ол кісілерде жағдайдың бәрі жасалған, поварлармен, как положено ғой. Біз енді өзіміз повар, өзіміз посудомойщик, өзіміз жаңағы балығын аулап, өзіміз күніміз көріп жүрміз. Алла қаласа. Ең бастысы шемішке алдық. Жол ұзақ. Көреміз. Алматыға енді әне біздің қара бозатымыз шекесінде қызыл жұлдыз бар дегендей. Кеттік енді. Алла сәтін салса, айналып келеміз. Не дейді анау? Әлін білмеген әлек дегендей. Бірақ бұны әлін білетін сияқты. Қалай енді бір кішкене қорғай қалдың ғой. Біздің кісі ма? Бізге сүт шай болады ма? Какой авторитет, такой и груз. Так, қайсысын аласың? Арғысын? Абсыра, выбирайте. Взяли. Бензин бе? Страшно ауыр. Жоқ, саламыз. Ана, ола. Бензин бе? Сіздер бензин құйдыңыздар ма? Қолыңыздан. Кішкентай несі. Жалынмапты ғой. Жанып кетпесек болды, үстіміз бәрі бензин. Кішкентай қақпағы жабылмай қалды. Тексеріп алу керек. Мынада. Мына жаппамысыңдар ғой. Бәрін өзін тексеруің керексің. Бәрін өзін тексеруің керек. Ай Алла. Ай жастар ай. Ал достарым, біз қазір міне Ақыртөбе деген мынау ауыл. Алматыға қарай кетіп бара жатырмыз. Ақыртөбе. Осы Ақыртөбенің сол жағы, яғни біз Алматыға қарап баратқан кезде, сол жақ төмен жақ деп аталады. Бұл жерде құм. Мына жақ тау. Ар жағы Қырғызстан. Сол қазір
заправканы жасаймыз да бензин құмға, мойын құмына өтеміз. Бұл жердің бір кереметтілігі тау, оң жағың, сол жағың құм. Керемет. Алла Тағаланың жаратылысы. Біздің негізі елімізде барлық нәрсе бар ғой, достар. Барлық табиғаттың барлық көрінісі бар. Жылдың 4 мезгілі бар. Мынау Европа, Шығыс Азиясы бар, Африка бар, басқа елдерге бар, туризмге барып жүрген адамдар. Енді жақсы ғой, ел көрген, жер көрген. Бірақ біздің өзіміздің елімізді бірінші аралап алсақ дегім келеді. Мен өз мақсатым сол, өзім елімді жан-жағынан, орысша айтқанда вдоль и поперек аралап көрсем деймін. Құдайға шүкір, шет елдің біраз жерін көрдік. Бірақ та мынау біздің мынандай ұлан ғасыр жерімізді енді барлығын аралап көрген адам шамалы шығар бізде. Экспедициямыз Мойынқұм құмынан басталады. Алдымызда белгісіз жол, артымызда өркениет. Жол бойы біз малшылармен жолығып, шағын көлдерді де кезіктірдік. Қарапайым, бірақ ерекше сәттер. Жолда кіші Қамқалы деген жерге тап болдық. Өмір тоқтаған, үнсіз жатқан мекен екен. Кезінде мәдениет үйі болған деп кім айтады? Мына жерде мәдениет тұрмақ. Қазір иіс те шықпайды. Менің артымда Сирия емес, Ауғанстан емес, Қазақстан. Бірақ қараңыздар, мынаның өзінде бір 50 шақты үй мына бетте. 50 шақты үй жоқ. Кәдімгі ауылдың бір бөлігі бар. Ана жерде бір 50-60 үй, ана жерде бір 20-30 үй, ар жағында бір 150 үй. Кәдімгі тек қана фундаменттері, қабырғалары қаңырап қалған. Өкінішті, жүрегің ауырады, жүрегі ауырады. Кезінде осы жерде балалардың дауысы сыңғырлаған, техниканың дауысы ары-бері шапқылап жұмыс жасап жатқан. Кезінде осы жерде неше түрлі алма ағаштар, бау-бақшалар болған екен. Осыларды естіген кезде жүрегің ауырады. Al cipten kimdir? Çay şik, çay şik. Şay ішім. Әне қазақ. Атам шайдан қайтпаған ғой. Басқа. Мынау Жақып деген шай екен. Жақып. Мынау носки неғып жүр мына ішінде? Болды. Ал енді біз жаңа локацияға келдік. Бірінші міне Starlink'ті қостық. Істеп тұр бәрі. Қазір міне істеп тұр. Wi-Fi. Шашлык міне Қайрекең дайындап жатыр. Судың астына түсеміз дейді жігіттері. Ана судың астына бір осы жерде бір баяғы заманның қалып қалған заттары бар дейді. Соны іздеп көреміз дейді. Шай-пай дайындап отырмыз. Енді жайлап самауырын қайнатамыз. Бірінші түн Бетпақдаламен. Сол жерде түнеп, таңды қарсы алдық. Табиғатпен бетпе-бет қалу
адамды көп ойландырады. Міне біздің бір бөлмелі квартирамыз дайын. Әдемі светімізді жан жаққа қоямыз. Натянули, да? Жоқ, натянули. Қолыңдайтындар кірмейді, қалғандар бәрі кіреді ғой. Енді міне бөлмеміз дайын. Бұны былай бейт. Ішінде масловский сеткасы бар. Жаурасақ. Соның үшін мынаны жауып көреміз. Ішінде ұйықтаймыз, в общем. Түнге дайындалып жатырмыз. Келесі күн бізді тосын сыймен күтіп алды. Жолда көлігіміздің дөңгелегі жарылып, кішкене әбігерге түскеніміз бар. Мына бір вулкан сияқты. Осылайша 4-5 сағаттық жолымыз қалай өтіп кеткенін білмей де қалдық. Алдымыздан шыққан ыңғайлы жерге тоқтап, сол жерде түнімізді өткізетін болып шештік. Міне достар, қараңыздаршы, ай дала, бетбақ дала. Мына жағымыз Жамбыл облысы әлі. Мына жағымыз міне былай қарай Жезқазған, біздің баратын жерлеріміз былай қарай міне Балқаштар былай кетеді. Осы біздің соңғы мына тау көріп тұрған жеріміз шығар. Одан кейін жер тау анау мынау болмайды деп жатыр енді. Таңғы ас іштік. Енді ары қарай жүреміз енді. Айдалада деген осы нәрсе екен. Алло, Жан? Қалғалай? Звондамаушы едім ғой сен? Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного. Енді не қыламын ғой мен? Сағындым ғой, конечно, сағындым. Ой, любовь моя. Жаным сол. Это будет большая чудесная история. Ведь полюбить человека, отвечающего тебе взаимностью, это само по себе чудо. Жоқ, күле бересің. Сен мен жаным екен өтірік емес қой. Изаным сол. Машалла! Любовь моя, морковь моя.
Бұлар да біреу ақ қой, содан кейін күліп жатқан. Изаным сол. Әйелдерді еркелету керек қой. Отчет берген емес қой просто. И күнім ау. И жаным жақсы. Я тоже целую. Ассалаумалейкум. Осылай сөйлесу керек әйелдерге. Бауыржан не болды, жерге қарап қалды ма? Кеше маған сағындым мен сіздің көз айтып ұялмас. Я деп қояды. Сөйтіп жібере саламыз, ойлап өтіп. Қайды звондайым да. Сайттан çalап сағындым маған жазып жіберсін. Сағындым Маркович деді маған. Өтірік телефонмен сөйлессе осылай. Өтірік телефонмен. Ой, жаным күнім де. Әйелмен сөйлескен деп өтін. Менің айтып қалдым. Нұреке, сіз басын шайып қойыңыз ба? Мен көрдім сен телефонмен сөйлесіп жатқан көз реакцияны қарап отырмын ғой. Сен не дедің, машалла дейсің ба? Машалла. Серьез кетті. Жоқ, күтеді просто. Келді өлеке. Өтірік телефонмен сөйлесіп отырмын. Енді бар звондайын деп жатырмын. Оказывается, можно. А что, так можно было, что ли? Достар, жаңағы пранкты көрген шығарсыздар міне. Бұл менің бір бауырларым, достарым, ағаларым. Андасында осылай бір қалжыңдасып қоямыз. Сол үшін лайк жазып, осы Қасым Майқазақ парақшасына тіркеліңіздер. Бірге болыңыздар. Достарыммен күліп жүрейік. Осындай шеттерде құдықтар болған екен. Сол көрейік деп отырмыз. Бар ма, жоқ па? Ешқандай су жоқ екен. Take me to a better time. Let's go. All sing your highline with the roll. Өте қызықты жағдай. Бетпақ даланың ортасында әскери тастанды базаны таптық. Кезінде бір әскери бір базалар болған шығар, достар. Жел. 4 күн болды жел тұрып атқанына. Біз шыққалы бері. Міне тағы да бір шақты. Жумбағалы жаңа шудың өзенінде шомылып едім ғой. Содан кейін әлі шомылмадық. Жолдың бәрі шаң. Мен мынандай тағы да бункерлер бар. Бұл су қоймасына бір несе болған шығар. Туалет болды ма? Сен сүйектер жатқан. Сүйектер екен. Кезінде деймін де қараңыздаршы мен. Ай, түк жоқ міне. Түк жоқ. Кезінде білмеймін, ракеталар күзетті ма? Кім біледі? Кім осында служит еткен айтыңыздаршы. Мына қараңыздар. Опа. Қорқынышты екен. Нұреке, если что, мен мына жаққа кіріп бара жатырмын. Дегенім қойыңыз. Ештеңе жоқ. Кезінде свет болған екен.
Достар, өздеріңізбен бірге бәрін көрсетіп отырмын. Біздің еңбекті бағалап, лайк, комментарий жазып қойыңыздар. Міне, ана ішінде қызыл ет. Қақпағын жауып отыр қайреке. Самовар қайнап тұр мына жерде. Ана жерде стол. Яқты жігіттер фонарик жағып тұрған. Бәрінде қызмет бар. Мен түсіріп жатырмын. Міне яқта. Міне. Несін қалай қосып алып. Мына жерде мынандай ет бар. Көрдіңіз ме? Мына жерде палатка біздің үй. Мына жерден дастархан. Қазір кешкі ас жейік деп жатырмыз. Міне біздің асымыз дайын болды. Главный шеф-повар Қайреке. Помощник повара Бауыржан. Не деген. Бағанақ бекер қой сатып алмадық. Айттым. Қолыма жетем бака? Бака жетеді аға кеңізде. 60 мыңға бекер қой алмадық. Достар, міне осындай демалыс. Ар жақта біздің палатка, мына главный біздің, білмеймін главный все ол барлық. Мына жерде міне мынандай жәндіктер. Мына жақта біздің палатка, машинамыз, екінші машина. Главный судың астына түсетін Нұрекең. Мына жақта бізде мынандай салатчик бар. Вау! Мен главный пияз себушім. Хоп деп. Хоп. Керемет. Я хочу бульончик. Нурик, бульончик. Бульончик бар ма? Қуырдақтың бульончигіне не жесін? Кім қуырдақтың бульончигін жеді? Айтыңыздаршы. Қуырдақтың сорпасы. Қасым, Қайрат, Нұрбек төртеуміз бірінші емес. Бірге шығып, енді бұндай ұзақ сапарға шыққан жоқпыз. Енді Бауыржан баядан танимын. Бағдәулетті бір-екі рет көрдік. Сосын жүз айтайын дегенім, енді үлкеніміздің 60-та. Кішіміз нешеде 40-қа толған жоқ әлі. Арамыз 25 жыл, 25 жас қой енді. Ортада мен бармын, Қасым бар. Бізді бір айтып кететін нәрсе, алыс сапарға шыққанда, осындай жорыққа шыққанда ең үлкен принцип ол. Орысша айтқанда психологическая совместимость дейді ғой, психологиялық сыйымдылық дей ма, қалай аударамыз. Бір-біріміз көңілін көру, бір-біріміз көңілін аулау. Братын насыбай дейді ғой қазақта. Сосын сол көңіл қалдырмай, сөзімізді көтеру, қалжыңымыз бар, енді анауымыз бар, сол ең бірінші нәрсе ол жаңағы. Сол нәрсе де психологическая совместимость. Сәл бірдеме әрқайсының өзінің мінезі бар, шырт кетсе, осындай жаңағы. Болмаса өзің істе деген ба жаңа тамақты? Мә саған ожауды мә өзің істе деген ба? Ақсақалдың кішкене уже сәл-сәл Сыр берді. Екі адамның сыры кетті. Ақылды екеуі де ақылды да. Ағамыз сөйлеп атып, бірақ рацияны басып атқан жоқ та, короче. Уже жайлап. Екеуі де ақылды да. Үйреткенге де. Мен уже 40 жыл ба тамақ істеп жүргенім маған үйретіп жатыр да. Жайлап болады. Үйде өзім жасаймын ғой дейсің. Жоқ, үйде жасамаймын. Үйде қолым ожау ұстамай шыныма. Ожау ұстамай қолым. Қайдан білейін 40 жыл болды жасап жүргенде деген. Сыртқа шығамын көп шығамын мен. Өте көп шығамын. Енді оның енді несі бар ғой, жаңағы ошаға стержені бар, ол бәр нәрсенің, ол арамыздағы 6 адам отырық, 6-ауымызда намаздамыз. Енді намаз болғанда Құдайдан қорқамыз, жаңағы сондай тәрбиеміз бар, алған біліміміз бар, әйтеуір аз көпті. Сол сияқты содан аттап кетемейміз ғой. Сол үшін енді бірінші Аллаға шүкір, әйтеуір мұсылманбыз.
намазымыз бар, Құдайдан қорқамыз. Сол ортамыздағы ең бірінші нәрсе сол. Ары қарай енді ол қалыптаса береді ғой. Жалпы бізді көріп отқан көрермендер айтуы мүмкін да, бұлар жаңағы ойнап күліп жатқандары енді мүмкін бізге көрсетпей бір пиво ма, арақ па бірнеше ішіп алып жүрген шығар деп. Шегіп алғандар. Бұған қалай қарайсыз, не айтасыздар, айтыңыздаршы. Енді біз Құдайға шүкір алтауымыздан намаз оқитын адамбыз, енді қалай не дейсіздер? Анау айтады ғой, анау қалжың жарысы атаммен ойна деген бар да. Ол қалжың жарысы міне Бақ Дәулетте жас бала мысалға сен орта жасасын Нұрлан екеуің. Бұл да жастау енді біздің бауырларымызда. Жасқа қарамайды да, ол главный сыйластық болып, үлкенді кішілер бір-біріміздің қалжыңымызды көтеріп сөйтіп жатқандай қандай рахат, осындай айдалары, тем более бетпақтың ортасында отырмыз. Көңілім жарасу керек та, жарасып отса осындай көп қуаныштар, осындай көп кездесулер болады. Ертеңіне бір-екі айдан кейін ба, бір жылдан кейін ба, қой оны, ағамыз ашуланшақ екен, ортаншы ағамыз прикольчик екен, оларым қосылмаймын деп сөйтіп жүрсе, ол да бар орананшы. Соқшап біріміз сыйлап өтейік, үлкенді кішілі қалжыңымыз жарасын, бірімізге айтатын қалжыңымыз дұрыс болсын. Алла қалса, ертеңде күндер бар. Ертең 5-ші күн Саршаған жаққа баратын шығармыз. Бізбен бірге болыңдар, пока. Только сироп ішесің. Бетпақталада су жоқ. Су жоқ міне. Алманы коламен жуып отыр ғой жігіттер. Не деген әні? Айды камераны все время под рукой екен, е? Енді біз халыққа көрсетуіміз керек қой, бетпақталада су көп алып жүру керек, байқау керек. Кейін су бітіп қалады. Бізде мысалы 60 ба, қанша литр болды Қайреке? 70 литрдай су болды. Соның өзі 6 адамға түк емес екен. Ал енді алма, коламен жуылған алма ас болсын. Тоғыз жолдың торабы екен. Осы жерден жан жаққа қарай 7-8 жол шығады екен. Мына енді біреуіне түстік. Жақсы жол деген. Өйткені бізде су бітті, бір дөңгелегіміз жарылды дегендей. Сол үшін бір қалалық населенный пунктқа барып, дөңгелекті жөндеп, су алып, продуктымызды алып, сөйтіп тағы да осы қайттан бетпақталаға қайтып ораламыз ба деп отырмыз. Планды сол жерде құрамыз. Достар, керемет күшті саяхат болып жатыр. Радиус бір 200 километр радиуста ешбір екі аяқты адамдар жоқ. 4 аяқтылар көп екен, бірақ екі аяқтылар мүлдем жоқ екен. Көрмедік ешкімді, ешқандай машина да көрмедік. Ай дала, қазағымның кең байтақ даласын ай. Мына қараңыздар достар, ай далада тастанды қалашық, бірақ мынау бұрынғы әскери қала болу керек, өйткені бункерлер көріп тұрмын. Бірақ кәдімгі үлкен әскери қалашық болған ғой мына жерде. Ай далада. Біздің территорияда негізі талай полигондар болған ғой. Соғыстың қару-жарақтарды тексерген дегендей. Сол әскери борыштарын біраз адам өтеген шығар осы жерде. Міне достар, қараңыздар. Үлкен әскери қалашыққа тап болдық Айдалада. Бағана жол-жөнекей шахталарды көрдік, тағы бір әскери бөлімшені көрдік. Енді біздің кең байтақ даламызда талай осындай бір полигондар болған ұқсайды. Қару-жарақтар сынаған шығар енді. Қазақстан ортасына қандай жау келеді дейсің. Бірақ
әскери сондай жаттығулар көп болған ғой. Мынау не дейді ана? Орысша айтады ғой. Хочешь мира, готовься к войне дейді ғой. Бұл да бір кезінде КСРО-ның мұрасы ғой. Қазір енді біз өзіміздің дербес мемлекет болғаннан кейін біздің жаңағы бұнда әскери орында қалан еліміздің сол шекарасында түсінген жеріне Атар дейді, Аягөз сияқты сондай жерлерде бар ғой енді. Жалпы осындай кезде бейбітшіліктің қадірін түсінесің. Қазір ана Ресей мен Украина соғысын көресің де, Индия мен Пакистанның соғысы кешегі. Әлем дүрілдеп қалды ғой. Тоқтата алмай отыр ғой Американың өзі де. Бірақ біз осындай бір кең байтақ жерде тып-тыныш өмір сүріп отырғанбыз. Бірінші Аллаға шүкір, екінші осы басшыларға рахмет. Приозерск қаласына келіп, дөңгелегімізді жасатып болғаннан кейін, қасымыздағы екінші командамен қоштасуға тура келді. Өйткені олардың ары қарай басқа жоспарлары болды. Ал сапарымыздың жалғасына Алматыдан екінші команда келіп қосылды. Біздің мынау жігіттер екінші экипаж бізбен бірге қосылып отыр. Алматыдан аяқ астынан шықтым. Қалай жол болды? Жол жақсы, енді қызық енді басталады деп ойлаймыз. Күтіңіздер, қызықтарды алда. Бекзат, сен өзің балыққа келген адамсың ғой, қайға жұмыстармен Алматыға келген адамсың ғой, Иә, жұмыстармен Алматыға келген. Аяқ асты осындай жерге шығып кеттік. Сіз ошақта дегеннен ошаққа қарай тарттық. Сонау Аягөзден Алматыға балқашы. Қазір енді орталыққа барамыз. Алла қаласа. Жалпы жаңа сен шыққан кезде достарың не деп дейсің ана? Жаңа достар айтып жатыр ғой, мен шығып бара жатырмын деп айтсам. Сен ана группаға қосылайын деп кетіп бара жатсың ба деп айтып жатыр да барлығы сразу. Сөйтсем барлығы қарап отыр екен бар жақта, барлығы салған нәрселерді. Көп адамдар қарап жатыр екен негізі. Жақсы енді. Жолымыз болсын, Алла Тағала сапарымыз жеңіл етсін. Аман есен аралап қайтайық. Достар, сіздермен көп нәрсені бөлісіп отырмыз. Осы Қасым Ай Қазақ парақшасына, YouTube-ға, Instagram, TikTok, Facebook бәрінде бармыз. Тіркеліп қойыңыздар. Жаңадан қосылып отқан екінші экипаж сонау Аягөзден келіп отыр, ойлаңдаршы. Енді болашақта осындай экспедицияны көбірек жасасақ па деген ойымыз бар. Қай жерге барғыларыңыз келеді, жазыңыздар. Мысалы, Маңғыстауға бару керек па, шығысқа ма, қай жерге соның бәрін барып, өздеріңізге осылай аралап көрсетіп отырайық. Мысалы, орысша осындай контенттер өте көп, бірақ қазақша біреуде жоқ. Мен қарап шықтым, осы бетпақталаға шығара алдым. Орыс азаматтар көп аралаған, бірақ біз қазақтар араламаймыз да. Неге біз араламаймыз? Неге біз өзіміздің жерімізді көрмеске? Біз оны көріп, сіздермен соны бөлісіп отырмыз.